Сәлем қыздар, бүгін сіздерге керемет шоколадты пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ең бірінші каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Пирогты жасауды ең алдымен құрғақ заттардан бастаймыз. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызды таза құрғақ ыдысымызға құйып аламыз. Оның үстіне крахмал саламыз, разрыхитель, ванилин, шекер, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан соң тағы да какаоны салып араластыруды жалғастырамыз. Енді сұйық ингредиенттерімізді дайындаймыз. Ол үшін ерітілген сары майымызды, оның ішіне сұйық майымызды және де бір жұмыртқаны, оның үстіне жылып тұрған сүтімізді құйып, жақсылап қол миксермен араластырып аламыз. Араластырып болған соң құрғақ масса мен сұйық массаны біріктіріп, біркелкі масса болғанша жақсылап тағы да араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң дайын болған массамызды дайын листімізге құйып алып, 170 градуста қызып тұрған пеште 30-35 градуста жарты сағат көлемінде пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз осылай болып пісіп шықты. Енді бетін әсемдейміз. Ол үшін мен ең бірінші осындай сіріңкемен жақсылап пирогтың бетін тесіп аламын. Сосын бетіне ганаш қойдым. Ганаш үшін 50 грамм Қазақстан шоколады мен 50 грамм кәдімгі үйдегі сүтті құйып, екеуін жақсылап ерітіп алдым. Содан кейін бетіне осылай жағып шықтым. Негізі қыздар, кез келген шоколад мен ганашты дайындау үшін қымбат сливкидің қажеті жоқ. Үйде сүт болса болды. Сүт пен шоколадты бірге-бір ерітіп, осылай бетіне құйып, оформлениесі жасай берсеңіздер болады. Мен осындай миятаны қолдандым және де екі түрлі жидекті қолдандым. Смородина мен малинаны осылай видеодағыдай пирогтың бетіне қойып шықтым. Қыздар, видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Барлықтарыңызға ас болсын. Кезекті видеоларымда көптеген пирогтардың рецептімен бөлісетін боламын. Сол рецепттерді жіберіп алмаңыздар.